Қазір әлем толқып тұр. Халықаралық ахуал қиындап, жаһан жұрты күрделі кезеңді бастан өткеруде. Түрлі қақтығыстардың салдарынан биыл бейбітшіліктің орташа көрсеткіші 0,42% әлсірепті. Экономика және бейбітшілік институты 163 мемлекеттегі қауіпсіздік, қорғаныс, қарулану деңгейін таразылап, талдап, осындай ой түйген. Жаһандық бейбітшілік индексі бойынша Еуропа ең тұрақты аймақ саналады. Әлемнің бейбітшіл 10 елінің жетеуі осы құрлықта, ал Таяу Шығыс және Солтүстік Африка қақтығыстар жиі болатын аймақ ретінде көрсетілген. Тізімдегі соңғы орында Ауғанстан тұр. Бұл қатарға кейінгі 10 жылда Йемен, Сирия, Оңтүстік Судан қосылыпты. Әлем қазір бір ауыл деңгейіне көтерілгендіктен әлемде әртүрлі саясат жүріп жатыр. Әртүрлі мемлекетаралық қатынастар бар, әртүрлі террористік топтар бар. Әлем бойынша 500-ге жуық террористік радикалды топтар болатын болса, соның біразы исламның атынан әрекет жасап жатыр. Бұл да әрине өз кезегінде исламофобияға үлес қосып жатыр деп айтуға негіз бар. Жаһанның тыныштығын бұзған содырлар үгіт насихаттарын бірнеше тілде жүргізді. Сол уды жұтып, ақыр бұғатталғандардың бірі Болатбек. Зайсанның тумасы. Кітап ұстап, ұстаз алдын көрмеген. Есесіне содырлардың зұлымдығын қолдап, зайырлы қоғамды сөккен, әлеуметтік желіде қаһарын төккен. Интернет жүйесінен білім алып, соның түсінбеушілікпен біраз көзқарас басқа неге ауысып, сол арқылы түсінбей қалып, осындай жерге тап болдық. Такфир мәселесінде шаталасып, адамдарға такфир шығару әдетіме айналып кетті де. Сол жерде қатты қателестім. Ділмұратты да тыңдадық, Назратуллахты да тыңдадық. Ділмұрат Махаматов этникалық өзбек, Назратулла Абдуқадыров этникалық тәжік. Псевдо-салафизм ағымының псевдо-шейхтары. Сауд Арабиясынан радикалды идеологияны насихаттады. Жастарды таухид термин арқылы тартты. Исламды жаңалық атаулыдан тазартамыз деп құрдымға құлатты. Жалпы радикалдар жиі көтеретін тақырып бидғат, такфир. Саяси жағдайға байланысты ұстанымдарын оңай өзгерте салады. Қателестік, қателіктеріміз түсіндік. Мына жерде теологтар жұмыс істейді, бізбен интернеттен білім алып, сондай мен секілді қателесетін болса, дәлелсіз нәрселерін алып, одан адасып, осында келіп қалуы да ғажап емес те, көп жастардың нелері. Сондықтан да асығыстық танытпай, білімді сол имамдардан алған дұрыс қой. Оқу орындарынан, медреселерден. Адамның адасуы, ол оның жаңағы ең негізі ұстанымда болады. Енді орысша айтқанда вероубеждение, қазақша айтқанда сенім, такфиризм идеологияны ұстанушыларды теологтар қалай біледі. Ақида мәселесіне кірсеңіз, ол жерде оны көтермейді. Ол жерде оның негізгі ұстанымы белгілі болады. Ол жерде ашуланады. Ана жерде кәдімгі өзіңізге қарсы сөз айтып шығады. Сәлем қайтармайды. Ва алейкум әссәлем деп айтпайды, дауысын шығарады. Қолыңызды ала салады, үндемей қоя салады. Себебі олардың сенімі бойынша біз олар үшін мұсылман емеспіз де, сондықтан біздің сәлемімізді оларға қайтару міндет емес. Болатбек 2019 жылы тұтқындалды. Ол пір тұтқан Махаматов та, Абдуқадыров та істі болды. Бұлар қару ұстап соғысқа қатыспады, бірақ жауыздарды қолдап, талайды ажал апанына айдап салды. Мұсылманды қыру үшін барын салды. Басты сұрақ, бұл соғыста кім жеңіп, кім жеңілді? Адасқандарды абақтыда азапқа салатын жалғыз сұрақ осы.